Тұрышай, ағайындар. Ал, ағайындар, құрметті Қазақстан елі, мынау Зеренді ауданы, Ақмола облысының Бұлақ деген ауыл, Симферопольский сельский округтың жігіттері жиналып, міне халықты жиналып, өзінің жаңағы пайға берілген жерінде ие болмай, айырылайын деген жағдайға жетіп қалып тұрмыз қазір. Обсидиан деген фирма келіп осы жерге 4 шипен үшін завод салмақшы. Ең әлбетте, осыдан 4 жыл бұрын Туманин деген азамат келіп, осы жерде мал өсірем деп, бүкіл районды алдап, Зеренді районын, бүкіл елді алдап, мынандай аңғар салды мінекей, артта тұрған жаңағы. Осыған не бағап, не өсірем деп ойлағаны, біз ойлаған жоқпыз. Енді қарасақ, үлкен ауыр техникаға арналған гараж екен жаңағы. Міне коррупция қайда тұр? Сыбайластық, міне осы жерде жемқорлықты осы жерде. Енді келіп, бұл жерден 138 гектар жерді алып, енді Тумалинде Обсидиан деген фирма 380 гектар жерді алып отыр. Бізде өзі осы Зеренді районының өзінің анықтамасы бар. Мал жайылымы жер аз біздің округта. Симферопольский сельский округта мал жаятын жер аз. Сол аздығына қарамай, халықтың жағдайын ойламай, міне осындай беспределға барып тұрмыз қазір. Жерді қопарып, быт шығарып, осы жерде 50 вагон тротил жарайын деген ойлары бар. Сонда бір адамның байып кетуіне бүкіл ел қима. Сонда осы жерде 50 шақты, 60 шақты үй бар осы жерде, Бұлақ деген ауыл. Не істеуге болады? Мынау жоғары жақта отырған жаңағы Назарбаев мырзаға, Тоқаев мырзаға, сосын Верховный судья Асановқа, председателі, соған хабарлап, осы әңгіме жетсе екен деген ойдамыз. Біз 4 ай болды, бір исковый заявление жеткізе алмай, әзер дегенде жеткіздік қазір. Судьялар шын ниетпен, ақ көңілмен қарамайды, ойламайды ештеңені жаңағы. Біздің айтып отқан әңгімеміз осы жерге выездной суд келсін деп айтып отырмыз. Ол баяғыдан жүретін болатын жағдай. Міне осындай жағдайымыз бар. Міне бір ауыздан олардағы районный әкімге, облыстық әкімге бүкіл ел қарсы емес, елдің бәрі осы жерде жұмыс істеп жатыр деп өтірік жұмыс істеген бәрі де. Рәхмет. Ал қосын. Ал енді мынау 4 жылдан бері осылай бүкіл ел дүрлігіп тұрып қарсы болып отырмыз. Өздерінің әкімнің акиматтың несінде пастбища 7000 гектар дефицит пастбища бізде, осы сельский округта.